Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге бір эксперимент жасағым келіп тұр. Далада өсетін көкөністердің тұқымын алдын ала суға салып қойдым. Енді кеше салып қойдым, осыларды енді суынан ажыратып, оларды қағазға кептіремін. Содан кейін барып екі түрлі эксперимент жасап көремін. Біреуін топыраққа, екіншісін кәдімгі қағаздарға. Екеуінен қай уақытта тұқым шығатынын көреміз. Қазір мынау деген перецтік болу керек. Кішкене бір күн суда тұрғаннан кейін кішкене ісініп, тұқым ары қарай шығуына көмектеседі деген оймен суға салып қойдым. Енді кептіреміз. Қазір тағы да тұқымдар қалып тұр. Ішінде қалмады. Қазір енді менде дәл қазіргі моментте топырақ болмай тұр. Мақтаға, болмаса қағазға жасап көремін. Барлығын осылай кептіріп қоямыз. Мынау енді помидордікі. Tamam, қағазға қойып. Осылайша мінекей қыздар, осылай тұқымдардың барлығын судан алып қағаздың бетіне қойдым. Оның ішінде енді перец бар, сосын помидор, қияр, мынаны білмей тұрмын, зат екен. Еккеннен кейін көрерміз, шыққаннан кейін. Осылай қойдым. Қазір сол екі түрлі экспериментті жасап көреміз. Қыздар, осылай міне тұқымдар кеуіп тұр. Енді осыларды екі тәсілмен егіп қараймын. Мынау помидордікі. Помидордың баклаж мақтаның үстіне егіп қараймын. Ватный дискіде. Ал мына перецті топыраққа егіп қараймын. Мынаны перецтерді топыраққа еккен жақсы, ватный дискіден гөрі. Себебі бұлар пикировка жасауды ұнатпайды. Ал помидор оның пикировка жасаған, оған қолайлы. Ары қарай тез өсіп кетеді бұлар. Мына жерде де. Осыларды қазір күтетімді. Мінекей ватный дискіні алып, осыған болмаса мынаған жайғастырамыз. Қазір бір-бірден жайғастырып шығамыз. Сосын тұқымды қойғаннан кейін үстіне тағы да мақталарды қойып шығамыз. Негізгі бұлай да арасын ашып қоюға да болады, мінекей. Бұлай да қоюға болады. Қазір көрініп тұр ма екен? Бұлай еттім, не? Енді бұған су себеміз. Себіп жатып, осылай септік. Осыған енді тұқымымызды қойып шығамыз.